Ой, демалыс жоқ қой бізге. Демалыс сол арасында деп демалып аламыз, арға жұмыс береміз. Ой, 2 ай болды ма міне жаңа жылдан кейін әлі тоқтаған жоқ қой. Білмеймін, осы жаңа жыл болса елдерге арақ тегін тарата алмай тұр. Больница толып қалады ғой. Ой, сен сыртта жүрген екен білінбейді, сен көргің келсе осы жерге келсейші. Небірін көресің, ойбай, құлаған, сынған, таяқ жеген, ұрған, жылаған, бәрі больница деген толып жатады. Ой, демалыс шығын бізге. Қайдағы демалыс? Өздерің қалай? Ойбай, ой. Не қылымдар, кездестен өткен? Давай, телефондарың занят қой. Скорый ма? Скорый жібереміз қазір. Жасы қаншада? Салмағы қанша? Қай жылға? Айта беріңіз. 76-лармен оққан қайсан жора ма? Жоқ, болды. Күтіңіз скорый. Енді 1-2 сағатта кеп қалады ғой. Енді шыдаймасаңыз көшеге шығып тұрыңыз. Жақсы да. Күтіңіз. Не болды? Телефондарың занят, бір көтермейсіңдер. Енді көріп тұрсыз ғой, бос емес. Адам деген звондап жатқан, скорый шақырып жатқан адам көп. Ауырып кеп тұрмын. Көріп тұрмыз енді, бұл жерге дені сау адам келмейді ғой. Ой. Қай жеріңіз, не болды? Қай жеріңіз? Құрсы мына аяқ, сырқырап бастырмайды. Аяқ дейсіз ба? Енді сіздердің жауларыңыз аяқ қойға сіздің жасыңызда. Аяқтан алады ғой, каждый буын қай жер? Қай жер мынау? Артқа тартқан кезде шалқылақтап құлап қала жаздайым, мына мойын бар ғой, ойбай. Мойныңыз ба, аяғыңыз ба өзі? Ойбай, мойын ғой. Мойын десеңші, суық деген шығар. Машина дейсіз ба? Білмеймін ғой, суық па, солқ етіп, дәрі ішсемде қоймайды бас деген. Ойбай. Түсінбедім, аяғыңыз ба, мойын ба, бас ба? Басыңыз ба? Солқылдап тұрған бас. Сынып ауырама бейт, сынып кәдімгі. Басыңыз іші сызылдаған кезде ұйқы жоқ қой, түнде ұйқы жоқ. Енді бас деген алдырып тастайын десе енді басыңызды ма? Соңғы жоқ, азу түсімді айтама. Ойбай. Бітті ғой, көке шашылып қапсыз ғой. Енді келмесеңіз сіз пакетке салып алып келеді екен ғой апам. Бірақ сіз пакетке сыймайтын сияқтысыз ғой, үлкен қап шыққан екенсіз. Ертерек келмейсіз ба? Қай жеріңіз? Қазір енді сіздің жасыңыз белгілі ғой. Бір жеріңіз ауырса, бүткіл жеріңіз ауырады. Барлық денеңіз ауырады. Білмей қалдым ғой өзім, қай жерім ауырып тұрған. Жақсылап бүйтсеңіз, көке. Көзіңіз жұмыңыз да. Көзіңіз жұмып, бүйтіп. Деп отырып, тура ауырған жеріңіз тауып алсаңыз. Сөйтіп барып айтыңыз, е? Көке. Көзіңіз жұмыс ұйықта деген жоқ, ауруыңызды айтсаңыз. Арқам құрысы бар, арқам. Арқаңыз ба? Арқам құрысы. Осы желкеде нау осы. Қазір мен, мына жеріңіз ба? Төмен. Арқа болған бел ба? Төмен. Мына жеріңіз ба? Солға. Мына жер ба? Мына жер ма? Ойнап отырсыз ба немін? Қырықтап отырсыз ғой сені. Қырықтап отқан жоқпын, тексеріп жатырмын ғой, сіз қай жеріңіз ауырады деп. Жоғары. Қазір тоқтаңыз, табамыз қазір. Табам, мына жер ма? Жоқ, бұлай. Мына жер ма? Мына ма? Мына бинго, таптық. Таптық. Қатты қыспаңыз. Қатты былай, арқаңыз жауын неғмаңыз, саусам қысып қалды. Арасы ашылып кеткен ғой, мына жауырын, Мына не болған, көке? Арасы ашылып кеткен ғой жауырын. Қолын шығып кеткен ғой, иық былай қарай. Болмады сол. Не болды бұған? Не болғанда 2 күн болды ғой. 2 күн болды деңізші, мына 2 күндікке құсамайды ғой мұнауыңыз. Қашан болған, мұна арасына ет бітіп жатыр, мұнан қарасаңыз, кішкене сіңір бітіп жатыр арасына. Біраз болып қойған ғой мұнан? Жоқ, 2 күн болды. Мәні мен сізге айтайын, қараңыз. 0 қанша деп тұр? 2016 деп тұр ғымда жерде. Сөйтіп жазып қойып па? Жоқ, жаңа жылда болды ма? Осы жаңа жылда. Жаңа жылда бірем ғой болды ғой. Құрығыр. Шырша айналамыз деп құрып отырмыз ғой. Шырша айналамыз дейді? Дабдарда шырша айналып жүргеніңіз. Жоқ, мен емес қоян немерелер. Ата жүр шырша айналамыз деп. Мен керек емес десем болмай қолымнан тарт. Бір кезде құладым. Оны қарап жатқан немері жоқ, жетеуі 7 жақтан тартып. Сүйрей берген. 7-ші күріктама білмейм, әйтеуір бір нәрсе тарс ете қалды. Жоқ, ол есік екен ғой жабылған о кезде.
Шағыдаға маған дұрыс болған екен, сондай жылға бір кетіп қалады екен ғой. Енді Содан осындай болып қалды. бір жыл күте салмадыңыз ба енді көке? Неге? Келесі жыл жаңа жыл келгенде бұлай қарай айналдырып салып беретін еді ғой. Қой, қазір салып беріңдер, бұл жасалды. Енді қазір бүйтеміз көке. Барыңыз да сіз бірінші рентгенге түсіріп келіңізші. Рентгенге түсіріп келіңіз. Содан кейін снимокты алып келіңіз, соны көреміз. Егер болса болды, болмаса. Болмаса не қыласыңдар? Бұлай қатты керек па негізі сізге? Ой, керек қой. Қалшылдайым көке, барып келіңізші бар. Рентгенге түсіріп келіңіз, снимокты алып келіңіз. Ойбай, қайда рентгендерің? Ары бөлмеге кіріңіз. Ойбай, жылдамдатып. Иә. Барайын. Барып, сол күтіңіз ана жерде. Егер очередь болса. Ойбай, қайсысы мына оң жағы ма, сол жағы? Ары еске. Айтсаңдаршы. Суық қой мына жерің. Жерге емес, ана койкеге отырсаңшы, жерге жатпай. Аяр жатшы. Ой, біреудің қасына жатпай, анау бос тұрғандарға отырсаңшы. Болды, күтем. Доктор. Бол, еске жауап бар. Доктор. Трдок. Доктор. Кім дейді? Доктор. Врач. Врач. Срочно врач. Умирает человек. Не болды? Өліп барам. Сен кімсің? Аяз атасың ба, Қыдыр атасың ба өзі? Два в одном. Метисің ба не? Біздер көктемде шығып кеткен ғой Қыдыр атамен. Сонымен жаңа жылда бірдеңе істеу керек болды, Аязда болды Қыдыр. Көмек керек, өліп барам. Өліп барам, врач, өліп барам. Не болды? Айт. Өліп барам, врач, көмекті. Құладың ба? Сушняк. Құлай. Енді сушнякпен келетін болдыңдар ма сендер? Өліп барам. Жаман болды ғой, жаман болды. Не болды? Маған қарасайсыз. Мәса, Құдай сақтасын. Қанша нәрсе көршін, бірақ мынандаймен. Сен саузың ба өзі? Сау. Негізі сау емес адам сол жерде жатады ғой. Неміне үстіңе ет шапқан ба не? Ет шапса жақсы ғой. Осын жарған ба неме? Мазақ қыптысың бе? Жоқ, мынау сұмдық қой мына мен. Сен қалай жесіз? Еще суыз деп жүрсің ғой сен мына мен. Қажеті су болып тұр ғой енді. Қанша арақ ішtin соншалықты мынаны сезбей қалатын. Жақсы жерге қадалған ба? Жақсы жерге қадапты енді. Мына әдем жерге қадапты саған қайда? Не болды? Сәл мына жаққа қарай қадалғанда екі қолың шаршайтын еді. Жай ма? Енді беліңе қадалса екі аяғың істемейді ғой, бізге дейін бүйтіп келгенше шаршайсың ғой. Құдай сақтаған десе? Сақтансаң сақтайды ғой. Мынау енді масқара сен. Бұл бұлай болды. Ақша қарын қайда қасында? Бұл бұлай болды. Кеше бір байдың үйіне барғанбыз заказбен. Аяз ата болып па, Қыдыр ата болып па? Аяз Қыдыр болып. Қыдыр ауға аяз десің. Сөйтсек, балдар Аяздыға сенбейді. Осындай оқпалық қосадан кейін. Дұрыс қой негіз. Мен де бала шағым айтам, ана Аяз ата деймін. Оған сенбеңдер, ол ұятсыз деймін. Неге? Кемпірін үйге тастап жас қыздармен қыдырып жүреді деймін. Қой, не ол бәрі? Жаман ойлайтындар. Ақша қайда? Опа! Қайда? Менде жоқ сен ақша қарың. Ақшақар қайда? Ұматтым мен. Ашқақар! Ой, Ақшақар! Қайда? Аяз Қыдыр, Санта-Клау, кім еді атың? Балтата, көке! Көке! Сіз емес. Көке деп қарсы алатқанда рахмет. Жоқ, сіз емес, ана Балтата ма, Аяз ата ма, соған айтып отырмын. Жарайды, не болды? Немене? Свет жоқта тырнақ алғансыз ба немене? Не болған мынаған? Бата берейін деп тұрсыз? Жоқ, бата берейін деп тұрсыз. Отырыңыз, не болды? Не мынау? Он саусақ бірақ кетті ғой мұнан бәрі. Жаңа жыл ғой. Енді түсінікті, жаңа жылдан басқа ешкім келмейді ғой қазір бізге. Бір-екі айдай әлі. Ана балама салют әпергем. Иә. Салют әпергем. Салютты атам деп шалқасынан құлады. Балама? Балана салют де. Содан? Салют ар жақта жатыр. Балам мына жақта жатыр. Енді қарайған ақшаға алдық қона салютты. Содан балам тастап салютке жүгіріп, атылғанды тоқтату керек қой.
Салют тоқтатайын деп жүрсіз ба? Е, содан тоқтатайын деп бірінші саусақтығым тарс етіп атылады. Салюттың ішіне тығып жүрсіз ба? Е! Опа. Енді қымбатқа қарайған ақша қылды қой. Екінші саусағымды тығам тарс етіп атылады. Үшінші саусағымды тығам тарс етіп атылады. Братла, басыңыз тығып көріп алмадыңыз ба бірінші? Саусақтың бәрін қор. О, şimdi 10 ататын болып тұр ғой. Сөйтіп қарасам қолым қап-қызыл. Гүл болып тұр ма бүйтіп? Соған құсайды еді. Жеңгем апарып сыйлап жібермедіңіз ба мерекеңмен деп? Неңіз бар сонша мынау. Мына ұят қойын сіз, дап-дардай кісі еді. Енді жаңа жыл ғой енді. Жаңа жылды тойламастан елден ұят. Енді тойласаң мынау де. 10 ататынды алып алып, 1000 теңге кетті дейсіз ғой. Саусақты бірге алып. Жоқ, 1300 теңге алдым. Қымбаттап кетті ме не? Ой, мынаны тоқтаңыз, көрейген мынаны. Саусағыңыз. Ой. Қайда мына? Ашып көрейік біреуін. Осыны айтам да. Не деген зардап осы, бітпейді. Біз тойламай осы, Наурыз тойламайсыз ба? Мынандай болмайды деймін да. Біз Наурызда демаламыз. Ешқандай іштеңе жоқ. Жаңа жылда ұрысқандар Наурызда табысып жатады. Жаңа жылда 40 саған елкалар Наурызда егіп жатады. Наурызда деген ешқандай қырғын жоқ. Туыс бауырлар бір-бірімен риза болып, көжеге тойып кішкене шөткендерге емесе бұлай енді айтыр. Бұлайынан Наурыз бізде тек демалыс өз керек. кіріңді шығам. Мынау зардап бітпейді, әлі. Көріпсің ғой. Шаруамен Келді жыл. ғой мынау. Болды, келдім, болды. 60 кетуім керек, мен 60 заказдарым бар. Тоқта. Тұрмыз ғой нешеде? Очетке қарасыншы. Тақпағың өлшемес деген подарок жоқ саған, отыра бер. Не? Тақпаған. Очетке қарамайсың ба? Көріпсің ғой, балтамен жүрім ғой. Ой, бірбай бір баламен жүрген сияқты айтады ғой маған. Енді дұрыс қой, баламен жүрген сияқты ғой бұл. Қатын жолда балта белде деген сияқты. Алып тастайық мынаны. Мына обал ғой. Сіздің саусағыңыз енді бітер. Мынаны кенді. Мына жүріс болмайды мына. Мынаны қалай аламыз мынаны? Бетейік бірінші қазір. Көке сіздікін аламыз, тұра тұрыңыз. Мынаны сіз бетіңізші. Мынау бітетін түрі жоқ мынау. Сонша орап тастағаныңыз не? Майкыңыз сөгіліп атқан жоқ па ішінде? Әлі тартып атырмыз. Енді қан болғаннан кейін орап қойған бір жағынан дала суық қой. Бұратылы үстіңіздің бәрін орап көмесіз бі? Мынаны бітпейміз мына әлі не деген? 10 саусағыңыздың бәрі, сіз бейтіңіз мынаны бәрін жинаңыз да, қазір бір пакетке салыңыз. Сөйтіп ана процедурныйға барыңыз, қыздар шешіп береді. Кімге? Кімге емес, неге? Процедурныйға деймін. Жарайды. Барыңыз. Мынаны бейтеміз. Ой, мына ұйықтап қалды ау деймін. Қазір бейтейік. Аяз ата. Аяз ата. Бұлай істейік мынаны. Қалай істейік? Мен қазір бейтем да, мынаны қазір операцияға енді бармай тұрып, мынаны бірінші алып алайық. Кейін көреміз, егер жаман болса тігеміз. Ол үшін бейтем, мен тартып қалам, сен тартып қалған кезде, деп арқан бейт, демін кішкеге тартта, арқан керіп қал бейт. Не үшін? Тесік бітеліп қалсын деп атында бейт. Қой, сен фокусниксің ба, несің өзі? Алсаң нормально. Волшебник боламыз енді. Жаңа жыл ғой, мынаны қарасам, волшебство енді немене мынау енді. Мен Сәлеметсіз ба? Абайлаңыз. Сәлеметсіз ба? Кіруге бола ма? Көріп тұрсыз ғой мына жерде. Кіріп алып, кіруге бола ма деп. Кіріп қойдың ғой жо. Көріп тұрсың ғой, адамдар тұр ғой. Барыңдар, очередке қарасаңдаршы бар. Маған сіздің көмегіңіз керек. Ой, фырмая, саған дейінгілер осы жерде келіп, мен жағдайым сұрап жүреді тек. Неменеге маған дүкіндеп дауыс көтересіз сіз? Кетсеңізде кетсеш болды ғой. Айғайламаңыз маған. Көріп тұрсың жұмсақтап жатыр ғой. Мен аяғым ауыр. Құтты болсын. Сізге айтып отыр, мен алыңыз. Міне. Құдайға үшін, міне бір жаңалық айтыр, жақсы бір жаңалық. Не, мазағыңыз ба? Жо, мазақ емес, мен айтып отырмын, мен 2 ай дегенде бір жақсы жаңалық. Маған шаршадым мен андайдан. Сіздікі енді керемет жаңалық екен. Құтты болсын. Құттықтамай қойыңыз, керек емес. Жарайды, құттықтамай қойайын. Барыңыз онда, шығып тұра беріңіз күтіп. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Маған бала керек емес. Алдырып тастауға келдім. Құдай сақтасын, мен ондаймен айналыспаймын. Барыңыз, келесі есікке барсаңызшы. Ол кісі жабық екен, какая разница, сіз де врачсыз ғой. Алып тастайсаңызшы тез. Бұл кісі бала алмайды, балталады.
қалаған ақшама мәңіз. Жоқ, керек жоқ. Осы бәрін алыңызшы, мен мынаны да қосымша берем. Сіз мен қазір жаман нәрсеге итермелеп алсыз, қазір мынаны алып қойсам, ертең осындай жаман үйретесіз, мынаны алыңыз. Керек емес, мен сіз мен кім деп тұрсыз? Барыңыз, ана басқа есікке барыңыз. Мен онда алмаймыз, барыңыз. Сіз түсінбейсіз. Ол жоқ, ол алмайды, сіз алмайсыз. Кім көмектеседі маған, ешкім алмаса бүйтіп өмір сүргенше өлгенім артық өз өзіме. Тоқта, қарындас, асықпаңыз. Кел, отыр. Асықпай дұрыстап түсіндір. Саған қазір ашулануға болмайды. Сен отыр, көріп тұрсың ғой, бірақ мен саған түсіндіріп жатырмын, біз ондаймен айналыспаймыз. Мен бұл басқа травматолог, біз бұл жерде жаңа сынған, шыққан, құлағандарды жасаймыз енді. Сен енді кеп тұрған түрлігің бұл басқа врачқа баруың керек та. Оның үстіне саған ол болмайды енді. Алып тастай салыңызшы. Жоқ, бұл не ала салатын саған тікен ба не бүйтіп алып тастайсың. Қызықсың сен. Кішкене ойлан енді. Сен бұл қазір мен саған қалай түсіндірсем болады? Жоқ, сіз түсінбейсіз. Менің жігітім айтты. Осы баланы алдырмасаң ешқандай той болмайды деді. Бұл бала бізге керек емес әлі. Түсінесіз бе, бізге мешать етеді. Кейін тойдан кейін қалаған уақытымызда жасап ала саламыз. Түсінікті. Сонда сендер әлі үйленбегенсіңдер ғой осында, жігітіңмен. Енді әке-шешең білетін шығар, неке қиып дегендей қатып сонда істеп қойған шығарсыңдар. Қайдағы неке пеке не айтып тұрсыз? Білмейме ешқандай неке. Енді сол ғой, проблема сол. Негізі сол неке пекені білмегеннен кейін болып тұр ғой сол. Сол неке пеке болғанда дұрыс болар еді да, бәрі. Содан кейін саған бұл артық болып тұр. Енді қарындас. Мен алып тастай салыңызшы, пожалуйста, ағай. Жоқ, сізге мен түсіндірейінші мына дәрігер ретінде. Егер сіз алдыратын болсаңыз, бұл баланы алып тастасаңыз, сіздің құрсағыңызға зақым тиеді. Сіз содан кейін бала көтересіз ба, көтермейсіз ба, бір Құдай біледі. Берем ба, бермеймін саған бұдан кейін сен? Сізге какая разница, мен денсаулығым алаңдамай қойыңызшы. Сіз түсінбейсіз просто. Егер ертең мен мама көрсе. Қойыңызшы, сонда сізді мынаны түріңізді әлі көрген жоқ па не? Мамам жұмыстан келгенде, мен барып өтірік ұйықтап қалам. Жатып қалам. Сонда вообще көрмеді ме сонда да? Мамам уақыты жоқ ол. Күні бойы, түні бойы жұмыста. Қой. Жұмыс деп баланың тәрбиесінен қалып қой, тоқташы, айтпақшы. Алло, жан. Жүгір бар, қыздың бөлмесін көрші бар. Қараш. Тез. Ұйықтап жатыр, көрпесін аш. Қара. Ішін көрші. Ағай. Ей, бәрібір қара, сол қызға тәрбиесіне мән бер. Жұмыс дей бермей. Қара. Бәрібір ол 3-ші класс па, 2-ші класс па, қара осы бастан. Ағай. Осы бастан балаға бастан дейді тәрбие. Маған звондай бермеші мен, жұмыстан дедім саған. Ағай, пожалуйста, болдым. Без лишних разговоров алып тастай салыңызшы, и все. Жоқ, мен саған ағаң ретінде айтайыншы, мен қазақтың қызысың ғой. Сен ондайға барма айналайын. Сен енді Құдайдан қорықсаңшы, енді болмайды ғой бұл енді қарындас. Ондай істетпе баланы, бәрі жақсы болады. Уайымдамашы. Әке-шешеңе айт бар. Енді боларсыз боп қойыпты енді. Құдай кешірсін, барыңдар да әке-шешеңе айт. Некелерін қидырып ал. Енді тойын жасап, бәрі жақсы болып кетеді. Қайдағы той? Мына түріммен ба? Ештеңе етпейді. Қазір енді осындай мода деп отыр ғой, білмеймін оны. Сіз түсінбейсіз, ертең мамам көрсе мені өлтіреді. Тура осы әңгімені қазір сіздің ішіңіздегі бала айтып жатыр. Мені мама өлтіреді деп. Сіздің анаңыз сізді өлтірмейді. Ұрсады, ары кетсе ұрады. Ондайға бармайды. Ал сіз соған барып тұрсыз. Соған үшін мені себепкер қылмақсыз. Бұлайша қарағанда сіз мен киллер қылып жалдап тұрсыз ғой сол. Әлі туылмаған баланы өлтіртуге мен себепкер қылмақсыз сонда. Қойыңыз оған. Алатын болдың да, алмайтын болдың. Қайда қалған күнә ғой ол. Қой. Неме? Балтан алған күнә ма? Ай, сен жоқ, сен айтып атқан жоқ. Не ол? Мына жақта басқа проблема. Қоя тұрыңызшы сіз. Сен сәл шыдасаң өзі-ақ шығайын деп тұрғаның. Болды ғой, қойсайшы енді. Қой, бір қоймайды екен бір. Қайтесің. Өз проблеманы шешіп алсаңшы. Ештеңе етпейді. Сіз сабыр сақтаңыз, бәрі нормально болып кетеді деймін. Дұрыс болады.
жігітімші ертең жігітім мені алмайды ғой. Өй, қайда кетеді ол боқмұрын? Ертең келеді қайттан иттей болып. Боқмұрын демеңіз, ол магистратурада оқиды. Маған десе докторантурада оқысын. Өз баласынан қашып жүрген боқмұрын немене ол? Еркек емес, ес. Звондаватыр. Звондаватыр. Кім? Жігітім ғой звондаватыр. Енді... Кім дедің? Мен жоқ. Заказ алмай вообще ноль. Бос емес, 6-сына дейін бос емес. Өскемен кетіп қалды, жоқ. Бұғылар жоқ, өліп қалды, бәрі жоқ, кетіп қалды, жоқ. Сіздің қатысыңыз қанша? Отыр, сенің қатысың жоқ. Сен қатысың жоқ. I'm sorry. Сөйлесін. Алло. Айт, түсіндір бәрін. Не? Алло. Айт. Я. Больницадамын. Жоқ. Мен алдырмайым деп шештім. Айт. Рас па? Шынымен сен де сөйтіп ойлайсың ба? Ал мамаларшы, тойшы. Шынымен ба? Жарайды. Я, келе бер. Ағай. Не болды? Жігітім айтты, алдырмай-ақ қой деді. Мама папам айтам, үйленемізсің дейді. Көрдің? Мен сізге ағай. Болды, рахмет. Жүгіріп шыға келді, естіп жүріп бек қабат болып қалғансың ғой. Дұрыс одан. Рахмет сізге. Мені сондай бір үлкен қателіктен сақтап қалдыңыз. Біздің қатысымыз жоқ қой. Біздің міндетіміз саған түсіндіру, айту болды. Сен өзің көрдің ба? Әне, бір адамды өлімнен сақтап қалдың сен. Сосын сіз жаңа айттыңыз ғой, некех па, пекех па бірдеңе істеу керек деп. Пекех емес, неке деген. Өз барып қидырасыңдар. Содан кейін барып енді кешірім сұраңдар. Әке-шешеңді ертіп бар. Енді түсіндіріңдер. Әке-шешең риза болып, бәрі өздеріңе некелерін қиып, тойларын жасап, бәрі бақытты. Сіз қимайсыз ба, тез? Мынау. Мен қиып берейін. Кеш бір тез. Мен де бұлда қимайды. Оны анау бір мешітке барасыздар. Сол жерде арнайы өз молдалар бар ғой, қияды. Мешітке бару керек па? Әке-шешеңді ертіп барыңдар бар. Аха. Көп кешірім сұраңдар. Мынау үлкен енді қателік енді. Көп кешірім сұрап. Кешіріңіз, ағай, кешіріңіз. Жоқ, менен емес, Құдайдан кешірім сұрасыңдар. Мен неменеге ойлайсың? Мен затарымдап кетейін. Рахмет сізге, ағай, сіз сондай несіз, ақ көңілсіз. Рахмет. Кешір, Құдай, кешір. Жарайды. Ал. Не қыл жіберді, не? Аласың ба, алатын болдың ба, не қылдың? Жоқ, алмайтын болды ғой, қалатын болды ғой енді. Неге? Сен балсаңды енді аламыз енді, алу керек енді. Алмасаң саған да ыңғайсыз ғой, шалқаңын жатып ұйықтай алмайсың енді. Мұнан тездеші. қалай сапқаным мұнаны? Қалай қазір ақырын қозғап көрейін, е? Тез бош. Браш қайда. Не болды? Балам өлім аузында жатыр, бош. Бірдеңе істеш. Тез. Давай. Көрші бош. Тез операцияны кіргізіңдер. Не болып қалды? Аспаңыз, не болды? Түсіндіріңізші. Білмеймін, авария болды. Балам өлім аузында жатыр, бош. Қаз, тоқтаңыз, сабыр сақтаңыз. Аспаңыз. Не бар еді? Тоқтаңыз, кірмеңіз, ішке қарайсыз, тұрыңыз. Бош. Қалай кірмеймін, өзім балам бойы. Мен әкесімін, кірейін ішке. Жоқ, сіз сыртта тұрыңыз, сыртта. Болмайды, мен балам қасында тұрайыншы, әкесімін ғой мен. Кешірім сұрайым, балаңызға үлкен операция қажет негізінде. Операция? Жаса, операция жасашы. Жоқ, мен қазір, мен жасай алмаймын, бірақ... Қалай жаса? Берем, ақшаңды берем. Ақша емес, мәселе ақшада емес, мен просто қолымнан келмейді. Үлкен хирург керек бізге, ол бастары керек. Қолымнан келмейді, міндеттісіңдер ғой, врач, бірден жасаңдаршы. Жоқ, бас дәрігер болмаса ол кісі қазір сұранып кетіп еді. Қайда ол бас дәрігер? Сұранып кетті енді. Қайдағы сұранып кеткен, жұмыс уақыты ғой, шақырса, қайда ол? звондашшы. Түсіндіріңізші. Мен қазір звондап көрейін. Айтшы, бала өлім аузында жатыр деші, бош. Сіз кішкене сабыр сақтаңыз, түсіндірем. Алло, аға. Аға, кешірім сұраймын, мазалап тұрғаныма. Кішкене бізге кішкентай бала науқастанып келіп тұрды, өте қан кетіп отырды. Бала өлім аузында жатыр, мен бала, тезгеші. Өтініш аға, кішкентай болады. Өздерің балаларын тоқпаны, бош, тезгеш. Болды, сіз сабыр сақтаңыз аға. Сабыр сақтаңыз. Жоқ, сізге болмайды. Ішке микроб таратасыз оны. Қайдағы микроб, ішім толған спирт менің,
тем более болмайды сізге ондай болса. Қалай болмайды? Жоқ, болмайды. Сіз балаңыз дұрыс болсын десеңіз, осы жерде сабыр сақтап отырыңызшы. Бірдеңе істеңдер, бірдеңе істеңдер. Сіз асықпаңыз. Алло. Больницадамын мен. Больницадамын деймін. Операцияға алып кіріп кетті. Сен ғой кінәлі бәрі осы. Мен ішкенімді айтпай қойшы, мен до конца ішемін, не істейсің ал? Болды. Қош болды. Қырылып қаламыз ғой, қазір қырылып қаламыз ғой. Бала аман қалсын, өзіміз звондаймын, болды. Звондаймын, давай. Өзіміз звондаймын деймін, болды. Болды, қойш енді, болды. Қоям деймін, қоям, болды, қоям. Болды. Болды, қазір келе жатыр. Қайда? Қазір келе. Максима? Сәлеметсіздер. Келушісіз ба? Иә. Қайдасыз? Тез етіп келмейсіз ба? Бағана айттық қой сізге. Сабыр. Өздеріңіз балаларыңыз болмаған екен, жайбырақат жүре бересіздер де. Өздеріңізде бала жоқ қой. Өздеріңіз балаларыңыз болса, түнейтін едіңіздер осы жерде. Түнеп жататын едіңіздер. Біреудің баласы болған екен, Кешіріңіз. Сабыр сақтан. Барлығы дайын ба? Бәрі дайын. істеңіздерші, бірдеңе істеңіздер. Сіз осы жерде қалыңыз. Аман алып қаш, баланы аман алып қаш, ең бастысы. Сіз сыртта қалыңыз. Нем бар еді, көлікті қаттайды, нем бар еді. Мына біздің үйдің балтасы ғой. Ойбай! С Новым годом, товарищи! Мен іздеп осында келгенсіз ба? Мына біздің үйдің балтасы ғой. Мына қайдан жүр сенде? Өзіңіз қадап бердіңіз ғой? Саған мен кеп қададым ба не? Жаңа жыл құтты болсын деп. Тоқта, мен кеп қададым ба саған? Жоқ. Енді? Сіз ұстап тұрдыңыз. Мен тұрып қадалдым, жүгіріп барым деп. Дікіте қалдым ғой. Қой, сонда мен мұнан білмесем, датаво мас болып қалған ба не? Шынымен білмейсің ба не? Білмеймін, есімде жоқ. Онда датаво мас болғансың ғой, Не болды? Ныштық па? Не болды? Мен балтаны іздеп келдің болсын да? Жоқ, баламды алып келдім. Не болды балаға? Сендерден кейін үйде айқайласып қырылып, әйеліммен бытшыт болып, үйден шығып кеткем. Әйелім артынан шығып, массың, рөлге отырма дейді маған. Гайға өзім жауап берем дегем. Сөйтсем, қасымда балам отқан екен, баламды алып кетіп қаптым. Содан? Сөйтсем, гай емес екен ғой айтып отқан. Баланы ойлауған екен ғой. Сөйтіп, жолда авария болып, бір есім жисам, балам қаннан көрінбейді. Аман ба? Білмеймін, скорый шақырып алып келдік қой қазір. Құдай, осыдан балам аман қалып тірі қалатын болса, ішпеймін, қоям. Бәрін қоям. Еркекше сөзім, қоям осыдан болып, уәде берем. Давай, смотри. Аяздыға уәде беріп атсың сен. Кеше. Дұрыс қою керек. Мен де қоям. Бүгіннен бастап бәрін қоям мен. Аязда деген жоқ қой ол. Өтірік аңыз әңгіме ол, аяз ата деген. Не апып сенеміз біз соған? Жоқ қой, аздыға сенбеу керекпіз ғой. Біз кегізде Құдай жақтасын, қорқам мен. Как будто Құдай сияқтымын, бәрі менен сұрайды келіп. Болмайды қол, ят қой ол, Егер шынында Аязданың киімнің ішінде кім жүргенін білсе, алқаш ата дейді ғой мен ертең, Аяз ата. Бұның бәрі өтірік. Өтірік нәрсе, бұның бәрі болды. Міне, жігітсе сөзім, міне, көке. Бәрін, міне, осы жерде жиыстырдым. Бәрін қоям мен, міне, болды. Тойдым мен осы, бәріне тойдым мен. Құрсын әшемен. Аренда қалған ба, апарып берейді. Жақсы.
кішкентай аман болып кетсін. Міне керек, жүрегім ауырады. Алло. Не болды тағы да? Шаршап кетсін. Операцияға алып кіріп кетті деймін. Қазір шығады. Сен шыдасай кішкене, шыдасай. Өп. Түсіндім, болды, қойшы енді. Қоям дедік қой. Бала аманға... Қазір шығып келеді, тұра тұршы. Не болды, аға не болды? Аман ба? Айтыңшы, не болды? Бәрі жақсы. Ота сәтті өтті. Балаңыз аман. Аман ба? Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Рахмет, аға. Уайымдамаңыз. Рахмет, аға. Аман ба, жақсы ба? Жоқ, қазір бір жарты сағаттан кейін кіріп әңгімелессеңіз болады. Болады ғой, иә? Болды. Жақсы. Алло, жан, болды. Жақсы де. Қазір жарты сағаттан кейін кірем. Жарты сағаттан кейін кірем қазір. Болды. Давай, жақсы, өзім сондай. Енді шақырып алдық, бірақ жағдайды көрдіңіз ғой аға. Енді Құдайдың ісі ғой енді. Өзіңіз де білесіз ғой. Енді қайғыңызға ортақпыз. Брат, аға? Шынымен бәрі дұрыс па? Жоқ, бәрі жақсы, уайымдамаңыз, сіз бәрі жақсы. Шынымен жақсы ма балаға? Иә, сіз бар балаңызды көрсеңіз болады қазір. Жоқ, ана кісінің настроениесі жоқ қой. Жоқ. Бірдеңе айтып беріп жатқан жоқсыңдар ма? Жоқ, ол кісі жоқ, оған қатысы жоқ. Не болды, айтсаңызшы. Сіздің балаңызға операция жасау үшін ол кісінің жалғыз баласы бар еді. Сол баласы қайтыс болған. Соның жаназасына тұрған жерден шақырып алдық қой. Қош. Өзінің баласын жаназасына шақыртып алып отырмыз. Мен кісіге шыдамсыз ғой аға. Кешіріңіз аға. Иманды болсын балаңыздың арты. Мен шыны керек естіген жоқпын, білмедім. Кешіріңіз аға. Баламды қатты уайымдадым. Айырылып қалам ба деп қорықтым баламдан. Сізге қатты ауыр сөздер айтып қойсам, ренжімеңіз аға. Жоқ. Оқас жоқ. Рахмет. Әке деп қайта сізді сұрап жатыр. Сізді қатты жақсы көреді ау деймін. Балаңыз үшін Құдайдан көп тілеңізші. Көп сұраңыз, ауырмасын деп. Өмірі ұзақ болсын деп. Балаларыңызға мейірімді болыңдаршы. Көп еркелетіңіздер. Әрдайым қасына отырып ақылдасып, маңдайынан сүйіп, қолынан. Өйткені балаларымызға біздің жұмысымыз емес, біздің көңіл бөлгеніміз қажет. Соның барлығын енді түсініп жатырмын.
Кішкентай бала жұмақтық дейді ғой. Шапағатшы дейді ғой, ертең ата-анасына шапағат етеді деп жатады. Өсесіңіз, түй бермеңіз. Лайым солай болсыншы. Жұмақта болсыншы. Бірақ менің қорқынышым, сол баламмен жұмақта жолыға алам ба? Жұмаққа кіретінде қандай амалым бар? Құдайға ұнайтындай не істедім? Алланың алдындағы міндетім ше? Мәңгі өмір сүретіндей жүре беріппіз ау. Осы уақытқа дейін осының барлығын бір ретте осыны ойланып көрмеппін. Неге біз ақылға келу үшін міндетті түрде басымызға қайғы келу керек па? Айтыңдаршы. Неге? Осы уақытқа дейін қаншама күнә қателіктер істеп жүрміз. Құдайым, кешірші. Құдайым, сәбилер жыламасыншы. Сәбилер күлкісі еш уақытта тоқтамасыншы. Басымызға берген бағымызды бағалауды үйретші, я Раббым. Ардан қымбат көрудеміз. Жалған мақтап өлгендерді, тірілерді сөгудеміз. Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз. Сыймай емес сый салмай, қалып жүрміз көптінде біз. Көзге қарап қарамаймыз, көңілге біз неге? Абайлаңыздар, көркем емес жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар, ойлаңыздар. Ойлаңыздар. Мансаппенен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдемізді мақтанамыз. Басынан аттап біреудің, төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішіміздің қап-қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса, жарылуға шақ қыламыз. Жалған күлкі
Çünkü жалған сезім қаптамамыз біздің. Абайлаңыздар, абайлаңыздар, көпке емес жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар, ойлаңыздар. Hey, ойлаңыздар. Абайлаңыздар, көпке емес жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан жүрегімізден өрбіген ек арманым, ек өзен біз қоралған ек арнадан. Сен айбедің көк жүзің қалықтаған, ғашықтықтың мен күн боп жете алмаған. Сезімді қалқам аңғаршы, қолыма мәңгі қонсаңшы. Арман құс болдың ба сен алдамшы. Эй, алдамшы. Өзгелердің мұң сырын ұғынбастан, сен ай мен күн біледі-ау сырыңдаспан. Сағын деген мендегі махаббаттың, жұлдыздардай тізіліп жымыңдасқан. Сезімді қалқам аңғаршы, қолыма мәңгі қонсаңшы. Арман құс болдың ба сен алдамшы. Арман құс болдың ба сен алдамшы.
Zamanға сай заман тобы.